Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеомызда Volkswagen Passat автокөлігі. Біз оның мотордың греймерімен ауыстыратын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. 1.8. Бұларды 3 жерде меткі қойылады. 3 меткісін бәрін көрсетіп кететін боламын. Жұмыс бастайық. Біріншіден воздухоочистителін апсаймыз. Воздуханың басмасын ауыстырып. Негізі мына жерінде басында хамыты болу керек, хамыты жоқ. Осы жерден ала саламыз. Мына жерінде тартып қойған резинасы болады, мына неге кигізіп қояды мына жерден. Осыны аламыз. Сосын мына жерден шығатын пластмасы бар. И потом жылауға соратын кофрасын шығарып аламыз. Коллектор жаққа кигізіп қояды. Мінекей абсорбер датчик дейміз. Абсорбер датчигін көзден шығара саламыз. Кофрамызды ақ қоямыз. Жылауға соратын. Так, ендігі жұмысы. Генераторды қосамыз. Генератор босатып қоямыз. Астыңғы болты. Астыңғы болтына 13 салып қойып, негізі астыңғы болты шестигранник болып, 6-лық. Шестигранниктен босатсаңыздар да болады. 13 қойылған болса, 13 пен босатасыздар. Қысылып қапты. Так, генератор немен шығарып қойдық. Ендігі мәселе астыңғы шкивін шешетін боламыз. Үлкен шкивін валдың басындағы. Оны қазір көрсетіп кетем. Мінекей. Мына 4 болтынан шешеміз. Шестигранниктен. Енді зөрішкі күштеріңіз болмауы мүмкін. Бұдан шешудің қажет жоқ негізі. 4-өнен шешсек те болады. 6-шы шестигранник. 6-шы шестигранникпен шешеміз. Жалпы 4-өй шешілді. Енді шкивімізді жай тартсақ қана шығады. Міне. Гордың помпын ремен ажыратпай қойсаңыздар да болады. Міне. Так, міне астыңғы зубчатый шкиві. Енді защитасының мына жерде болты бар. Мінекей біреуі, екіншісі отырмын. Осы екеуін шешеміз. Екеуі 5-ші шестигранник. Осы екеуін шешеміз. И қазір үстіңгі болтын көрсетіп кетем. Так, үстіңгі болты мінекей бұрышта. Пластмасының болты, защитасының. Осыны шешеміз. Сосын мына пластмасы шығады. Ортада негізі мына жерде бір болты болады. Бұныңкі жоқ екен. Мына жерде болты болады негізі. Сөйтемізді пластмасын шығарып аламыз. Сосын меткілерін көрсететін боламын. Так, жалпы пластмасын шештік. Енді мына ременіміз тұр. Жалпы қазір ременді шығарып аламыз. Нәтижелін болтын шешеміз. Бұл 15-ші болт. Так, сосын ременді қайтып орнына саламыз.
меткілерін көрсететін болам. Так, қазір. Мына 15-ші гаечник ключімізбен начислителін босатып аламыз. Мына ГРМ ременіміз. ГРМ ремен ауыстырып жатқан себебіміз мінекей зубтарының іші жарылып жатыр. Видеодан жақсы көрінбей жатыр енді, бірақ мінекей зубтар жарылып ауысатын уақыты келіп қалған. Жаңасын салатын боламыз. Мінекей жаңа ременін алып келдік. Боштан салайын деп жатырмыз. Негізі боштан салған дұрыс. Кішкене ұзақтау жүреді. Жақсы фирма. Вихоп кнаптардан көрі осы дұрыс деп ойлаймын. Біз осыны саламыз. Қазір енді орнына кигіземіз жаңа ременді. Жазуын бүйтіп өздеріңізге қаратқандарыңыз дұрыс. Ременнің енді жалпы айланатын жағы деп алдына осын қаратқан жазуларын. Ременді осылай уақытша киізіп кетеміз. Зажигениясын қазір астыңғы шкифтің өзінде бар негізінде. Бірақ астың бәрі май болғандықтан ол көріне қоймайды қазір. Защитный пластмассында меткісі бар және шкифінде бар. Соны салған кезде көрсетіп кетем қазір. Қай жеріне қалай қойылу керек екенін. Енді қазір қайттан защитный пластмассын салатын боламыз. Защитный пластмассында меткісі бар. Міне стрелка көрсетіп қойған. И шкивіңізді тоже меткісі болады. Сол меткіні осыған қаратамыз. Орнына саламыз. Енді бағанағы үш болтымызды қатырып шығатын боламыз. Біреуі мынау. Қалғаны бағана астында екеуі. Достар, защитный пластмассымызды қатырып алдық. Ендігі мәселе астыңғы шкивін саламыз. Бағана қалай шештік, тура сондай өзінің қатырылатын жері бар. Кішкене точкасы бар. Соған қойып қатырамыз. Қазір шкифті қатырып алайық, ары қарай зажигениясын меткісін көрсететін боламын. Так, шкивімізді қатырып алдық. Енді сіздерге қазір меткісін көрсететін боламын. Осы жерден көресіздер меткісін. Қазір кәлем алды, бұраймыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, ана тұрған меткісі. Ана тұрған меткісі. Соны пластмастағы бағанағы меткімізге келтіреміз. Мінекей тура меткіге келді қазір. Қазір астыңғы жағынан көрсетіп кетемін. Мінекей меткісі. Жалпы асты тура болды. Енді үстіне келсек, распредвалдікі мына жерде пластмасса болу қажет, меткісі бар. Енді ол жоқ. Мен сіздерге қазір қалай қоюын көрсетіп кетемін. Так, мінекей ременді қайтып шығарып қоямыз. Шкифта меткі бар. Қазір айландырып алып келейін меткісін. Так, мінекей майдан көрінбей тұр. Қазір сүріп жібереміз. Үстіңгі меткісі
осыны крышканың қақ ортасына қоямыз. Мінекей. Тура осы крышкамыздың ортасына келтіреміз. Осы жер үстіңгі меткісі болады. Так, енді үшінші меткісі трамблерден қоямыз. Трамблердің бетін ашамыз қазір. Так, мінекей трамблерімізді ашамыз. Крышкамен шығарып қойыңыздар жоғары. Міне қазір меткісін көрсетемін. Негізі мынандай қырында меткісі болу қажет. Бұл китайский трамблер екен. Китайскілерде меткі болмайды. Қазір мен сіздерге қолдан меткі қойып аласыздар. Қайерге қойылу керегін көрсетіп кетем. Бірінші қайтып крышкамызды кигіземіз. Крышканың киіледі өзі бірақ положение келеді. Мынандай кетігі болады. Мінекей кетігін көріп тұрған болсыздар. Сол трамблердің кетігіне келеді. Айланбай тұрады. Қайтып трамблерімізді қыстырып қоямыз. Біреуін қыстырсаңыздар жетеді. Сосын мына бірінші свечаға баратын проводты іздейміз. Бірінші цилиндр. Мына жерге кішкене белгілеп аламыз. Қайтадан трамблердің бетін ашамыз. Жаңа белгілегеніміз мінекей. Трамблердің меткісін осы жерге қойып алсаңыздар болады. Китайский трамблер болғандықтан меткасы жоқ. Оригинал трамблерларында өзінде осындай меткі тұрады. Мінекей меткі қойдық. Жалпы осыған келтіреміз. Трамблерді бегуннан астап бұрасақ, мінекей келеді. Мына ременін тартып қоямыз. Сонда трамблеріміз жылжымайды. Енді бұл ремен салып, ременді кереміз. Сосын оталдырғаннан кейін трамблерден қайта зажигание қойылатын болады. Зажигениені суын 90-ға апарғаннан кейін қоямыз. Жалпы үш меткімізді де қойдық. Үстіңгісі кішкене кемуі мүмкін. Оны шамал бұрай береміз. Алдық. Екі тесігі бар мына жерде. Қазір көрсетіп кетем. Мінекей екі тесігіні кигізіп алып, ременді кере береміз. 15-ші күрішімізбен қысып қоямыз. Так, жалпы ременімізді кердік. Жалпы осы достар, мына ременін керіп қойдық. Зажигениеміздің бәрін кетіріп қойдық. Трамблерімізді тоже қойып алдық. Енді болды, машинаға оталдырамыз. Жалпы осы меткілері сосын қызғаннан кейін мотор қыздырғаннан кейін 90 градусқа барғаннан кейін трамблерден ранный поздный қою керек. Ол міндетті түрде қоймасаңыздар болмайды. Оның қойылуы сағат тілімен бірге жүретін болса поздныйға кетеді. Ал сағат тіліне қарама қарсы қоятын болсаңыздар ранный болады. Жалпы түсінікті қылып айттым деп ойлаймын.
Келесі видеода кездескенше, видеомыз ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.